Абу Хурайра радиаллаху анху айтады. Күндердің бірінде Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи уассалам сахабалардан: "Силер құружала қалған адамдың кім екенін білесіңер бе?" деп сұрағанда алар: "О Аллахтың елчisi, арабызда құружала қалған адам ақчасыз жана еш нәрсесі жоқ қалған адам болса керек" дешти. Ошонда Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Чындыгында үммөтүмдөн құружалак қалған адам ал кыямат күнү намаздары, орозолору, зекеттери жана ажылыгы менен келет. Бирок ал адам баланчаны сөккөн, баланчага жала чапкан, түкүнчөнүн мал мүлкүн жеген, баланчанын канын төккөн, баланчаны урган. Мына ошондо ушул кылган үчүн аларга анын соопторунан алынып берилет. Эгерде алардын акыларынан толук кутулганга чейин сооптору түгөнгөн болсо, анда алардын күнөөлөрү анын үстүнө ташталат да, андан соң ал тозокко ыргытылат." Сахих Муслим.